Сабақтың мақсаты оқушыларға әскери бөлімшенің тарихы, әскери қалашықтар туралы нақты түсінік беру. Оқушылар нені білуі тиіс? Әрбір әскери қызметші өз әскери бөлімінің тарихын білуге, оны құрметтеуге, оның әскери дәстүрлерін сақтап дамытуға міндетті. Оқушылар нені үйренуі тиіс? Қызметтік жағдайлары немесе әскери атақтарына байланысты әскери қызметшілермен сөйлесу тәртібін үйренуі тиіс. Gel bravo.